Достар, бүгін мен сіздерге қанттан жасалынған жеуге болатын фотосуретті торттың бетіне қалай қоюға болатынын, қалай дұрыс қою керектігін көрсететін боламын. Видеоны бастамастан бұрын менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші бізге осындай фотосуретті шығарып алып келу керек. Менде оның принтері жоқ, мен заказ беріп шығартып аламын. Және де қайшының көмегімен, кухняға арналған қайшының көмегімен, өйткені мынау сурет бізде жеуге келетін сурет болғандықтан, таза қайшыңызбен керекті суретті асықпай кесіп алатын боласыздар. Кесіп алғаннан кейін артында осындай жылтыраған пленкасы болады. Оны алмай қойып қоясыздар. Енді торт менде молочная девочка сүтті қыз торты. Сіздерге рецептісі керек болатын болса, мен описанияға сілтемесін қалдыратын боламын. Сол жерден осы торттың рецептісін ала аласыздар. Енді молочная девочка тортының бетіне пломбир кремін осылай жұқа қылып жағып жатырмын. Сіздер бұдан да жұқа қылып жақсаңыздар болады. Тек қана фото мен тортты жабыстыратын клей сияқты жұқа қылып жақсаңыздар да болады. Бірақ мен кішкене средний қалыңдау қылып жақтым. Себебі кейінірек коржым көрініп тұрмас үшін, әдемілік үшін осылай сәл қалыңдау қылып орташа қылып кремді жағып алдым. Кремді жағып, кремнің барлығын тегістеп болғаннан кейін жаңағы кесіп алған фотоңызды тура ортасына, центріне белгілеп алып, өзіңізге белгілеп аласыз да, жабыстыратынның алдында ғана артындағы пленкасын шешесіздер. Шешкеннен кейін тортты бірден бетіне суретті қоя салуға болмайды. Тура видеодағыдай басынан бастап тек бір ұшын ғана қоясыздар фотоның, сосын сол жердің суреттің үстін басасыздар. Яғни сурет пен торттың ортасында ауа қалмау керек. Бүткіл ауаны осылай қолдың көмегімен шығарып тастау керексіздер. Егер де сіздерде фотоның астында ауа қалып кететін болса, мысалға қыздың бетінде ауа қалып кететін болса, бетінің барлығы әжім-әжім сияқты бір бүдір-бүдір болып әдемі болмай қалатын болады. Сондықтан да қолдың көмегімен тек шет-шеті болсын, кішкентай жері болсын, барлық жеріндегі ауаларын барлығын шығарып тастап отыратын боласыздар. Мінекей қолдың көмегімен ауасын барлығын асықпай шығарып отырмын. Шығарып болғаннан кейін өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген насаткамен, өзіңізге ұнайтын гүлдің насаткасымен тортты әсемдесеңіздер болады. Қыздар, мінекей болып қалдым. Егер сіздерге мен тортым ұнаса, міндетті түрде лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Суретті шығарып алып келгеннен кейін бұндай суретті бір күннен артық сақтауға болмайды. Яғни тортты бүгін жасасаңыз, ертең бір күн алдын ғана шығарып алып келу керек болады. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.